Сіздермен бүгін пособие по уходу за ребенком бала күтімі бойынша пособияны есептейміз. 2023-тен бастап өздеріңіз білетіндей ол 1,5 жылға созылады. Негізі мемлекет жұмыс істейтін әйелдерге беретін жаңағы пособие по уходу за ребенкомды пособие деп атпайды, соцвыплата деп атайды. Ал жұмыс істемейтін әйелдерге беретін пособияны соны пособие деп атайды. Бірақ адамдардың бәрі үйреніп қалған пособие деп общий айта береді. Сондықтан біз де пособие деп сөйлей берейік. Пособияны қалай есептейді? Егер де декретке шығатын әйел жұмыс істеген болса, сол декретке шығатын уақытқа дейінгі 24 айды, яғни 2 жылдың доходын есептейді. Әйел 2 жыл істеуі мүмкін, 1 жыл істеуі мүмкін, 6 ай істеуі мүмкін, әрқалай істеуі мүмкін, соны 24 айға бөледі. 24 айға бөлгеннен кейін 40%-ке көбейтеді. Мемлекет зарплатадан 40%-ін беруге дайын. Сондықтан 40%-ке көбейткеннен кейін картаға түсетін кезде 10% зейнетақыны алып тастайды, пенсионканы. Содан кейін бірақ барып картаға түсіреді. Жалпы өзіңіз жұмыс істеп жүргенде сізге оклад қоятын болса, мысалға 200 мың теңгеге оклад қойды дейік. Содан 10%-ін алып тастайды. 20 мың алып тастайды, 180 мың қалады. 180 мыңнан 3,5% соцосчислениесін есептейді. Бірақ соцосчисление сізге жұмыс беруші төлейді. Сіздің зарплатаңыздан басқа қандай нәрсені алып тастайды? Медстраховканы алып тастайды. Медстраховка сіздің зарплатаңыздан 2% алып тастайды, плюс сізге 3% работодатель үстінен медстраховка төлейді. Общий 5% болады. Одан басқа сіздің зарплатаңыздан табыс салығын алып тастайды. Жұмыс істеп жүрген адамдар, қандай да бір табыс алған адамдар жеке табыс салығын төлеу керек, ол 10%. Сонда сіздің зарплатаңыз 200 мыңнан пенсионканы алады, табыс салығын алады және медстраховканы алады. Сонда сіздің қолыңызға алатын ақшаңыз 200 мыңнан аз болады. Ал енді декреттік төлемді пособияны есептеу үшін зейнетақыны алып тастағаннан кейінгі қалған. Міне, зейнетақы 200 мың зарплата болса, 20 мыңды алып тастадық, 180 мың теңге зарплата қалады. Содан есептейді сіздерге сол әлеуметтік жәрдемақыларды, мысалы декреттік дарадавойды, содан алып тастаған табыстан есептейді. Енді төменде қазір көрсетемін қалай есептеу керек екенін. Мұнда тағы да сұрап жатады, неге 10% зарплатадан алып тастайды, бір рет алып тастайды, одан кейін пособие түсерде 10% пенсионканы алып тастайды деп. Сіз жұмыс істеп жүрген кезде 10%-ті жалақыңыздан алып тастайды, окладтан. Сіз жұмыс істеп жүргеннен кейін пенсияға дайындалуыңыз керек. Пенсияға шығарда сіздің пенсияңыз болу керек, бір сөзбен айтқанда. Ал егер сіз үйде отыр қалған ана болатын болсаңыз, сіз жұмыс істемейсіз, сізде табыс жоқ, бірақ сіз пенсияға шығуыңыз керек қой, тоже тағы да пенсионка жүру керек. Сол үшін алып тастайды. Сіз үйде отырсаңыз да саспай отыра бересіз. Ертең 3 жыл мысалы үйде отыр қалсаңыз, пенсияға шығатын кезде пенсияңыз аз болмау үшін, жаңағы зейнетақы төлемдері болу үшін обязательно пенсионный взносты аударып отырады. Ол сол үшін қажет. Ал енді қарастырамыз. Пособие по уходу за ребенком бала күтімі бойынша жәрдемақы. Сонымен сіз жұмыс істеп жүрсіз де 2020 және 2021 жылды алайық. Сізге бухгалтерияда окладыңыз 150 мың теңге деді 20 жылы, 21 жылы зарплатаңыз көтерілді дейге. Индексация болды, тағы да баға қымбаттады, тағы да қосымша жұмыс алдыңыз ба, 200 мың зарплата болды 2021. Яғни сіз январдан бастап жұмыс істедіңіз дейік, 2020 жылы январ-декабрьде тапқан 12 айғы зарплатаңыз 150 мың және январ-декабрь 2021 жылғы 12 ай. 24 ай сіз толық жұмыс істедіңіз дейік. Сонда сізге зарплатаңызды 150 мың қып қойды, одан 15 мың 10% пенсионканы алып тастаймыз. 150-ді 10-ға көбейтсек 15 мың. 135 мың зарплата қалады, және 200 мыңнан 20 мыңды алып тастасақ, 180 мың теңге зарплата қалады. Сонымен енді сіздің жаңағы дарадавойыңыз болсын, пособияңыз болсын, осы доходтардан есептейміз. 135 мың 12-ге көбейтеміз,
1.620.000 және 180.000-ды 12-ге бөлеміз. 2.160.000. Екеуінің қосындысы 3.780.000. Бұның бәрі сіз 2 жылда тапқан табысыңыз. Енді осыны 24-ке бөлеміз де орташа жалақыны тауып аламыз. Орташа жалақымыз сізде 2 жылда 157.500 теңге екен. Енді мемлекет айттық сізге пособияға 40%-ін төлеуге дайын деп. Сіз жұмыссыз қалсаңыз да, мысалы, безработный қалсаңыз да 40%-ін төлейді. Келесі жылдан бастап оларға уже 45%-ін төлейтін болыпты. Енді өзіміздің тақырыбымызға келсек, 157.500-ді 40%-ге көбейтеміз. 63.000 теңге сізге ГЦВП-дан звондау мүмкін сізге тағайындалды. Мысалы, 63.000 теңге пособие деп. Енді картаға түсетін кезде 63.000-нан 10% пенсионканы алып тастайды. Ол 6.300 теңге. Сонда картаңызға 56.700 теңге түседі. Бұл дегеніміз қалай? Сіз, яғни январь-декабрь жұмыс істедіңіз, немесе январь мен декабрьдің арасында жұмыстан басқа тағы да бір бонустар ма, премиялар ма түсті дейік. Сіз декабрьға дейін жұмыс істедіңіз, январьда сіз уже бала таптыңыз. Яғни январь 2022 жылы босандыңыз. Босанғанға дейінгі 24 айды қарастырады. Яғни январьда сіз босансаңыз, последний 24 айдағы доходыңыз ол 2020 мен 21-дің январьдан декабрьға дейін деп алсақ. Соны қарастырыңыздар. Көп жағдайда адамдар декретке шыққаннан кейін жұмыс істемейді, бәрінде премия, бонустар бола бермейді. Себебі заң бойынша сіз бюллетень алғаннан кейін, мысалы 7 айда Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысында, полигон аймақтарында 6 айда шығады, 27 неделяда, және басқа аймақтарда 30 неделя шығады. Больничный лист бергеннен кейін сізді уже отпускқа отправить етеді работодательдер. Сол 30 неделя шығатын адамдарға 126 күн береді общий, до и после родов. Ал Шығыс Қазақстан, Абай облысы, полигон аймақтарында именно Шығыс Қазақстан облысының бәрі полигон аймағына жата бермейді. 140 күн береді, до и после. Сонда 6 айда немесе 7 айда шығып кетсеңіз, сіз баланы 9 айда босанасыз. Сонда сізде 2 айыңыз мысалға, немесе 3 айыңыз доходсыз қалуы мүмкін, 0,00. Сондықтан ол кезде тағы да азаяды сіздерде. Мысалы, январьда сіз шықтыңыз, бірақ сізде октябрьде, ноябрьде, декабрьде 21 жылы сіз үйде жаттыңыз, отпускта жаттыңыз, больничный листіңізді ашып қойып, бюллетеніңіз бар. Сонда сіздің уже доходыңыз азайып қалады. Енді қараңыздар, сіз 21 жылы толық 12 ай жұмыс істесеңіз, 1.620.000 теңге табыс табасыз. 21 жыл деппін ғой, біз 20 жыл туралы айтып жатырмыз ғой. Ар қарата 21 жылы январьдан октябрьға дейін жұмыс істедіңіз. Міне, 10 ай жұмыс істедіңіз. 7 ай болды сізге, сіз декретке шықтыңыз. Ноябрь, декабрьде декретке шыққандықтан сізде 2 айда табыс болмай қалды. Сондықтан сіздің табысыңыз жаңа қысқарып қалды. 180.000 дедік қой алдында пенсионканы алып тастағанда, міне. 3.420.000 қалды. Бәрін тақтада түсіндірсе жақсы болшы, енді менде тақта жоқ. Енді 3.420.000-ды 24-ке бөлсек 142.500 теңге қалады. 142.500-ді 40%-ке мемлекет беретін пособияның мөлшері ғой, 40% деген 57.000 болады. 57.000-нан зейнетақыны алып тастайды обязательно. Ол сізге өзіңізге зейнетақы болып төленеді. 51.300 теңге картаға түседі. Разницаны көрдіңіздер ме? Мына жерде 56.700, мына жерде 51.300. Көп жағдайда солай болады. Лично менің өзімде солай болған. Мен ойлағам, что бала туғанға дейін емес, декретке шыққан кездегі 24 айды есептейді екен десем. Сөйтсем, дұрыстап тұрып оқысам, бала туғандағы деп тұр. Бала тудыңыз сіз. Декретке сіз ноябрьда шығып кеттіңіз, ноябрь, декабрь үйде жаттыңыз,
9 ай болып январда босандыңыз. Вот сол 2 айдың промежутогында сізде ешқандай табыс болмаса, қосымша тағы да бір нәрсе түспеген болатын болса, онда ол ай 0 болады да сіздің міне алатын пособияңыз осылай қысқарып қалады. Сіздерге түсінікті болды деп үміттенемін. Декреттік төлемдері бойынша білгіңіз келсе, егов.kz сайтына кіріңіздер. Осы жерде барлық түрлері туралы жазылған. Дарадовой туралы, послерадовой туралы, балаңыз туғанда берілетін бір реттік жәрдемақы туралы, бәрі туралы жазылған. Қарап оқып алсаңыздар болады. Біз бүгін сіздермен именно жұмыс істейтін әйелдердің по уходу за ребенком сонысын есептейміз пособиесін. Так, енді мына жерден тауып алайық. Бағана сіздерге алдында айтып кеттім. Зарплатаны пенсионканы алып тастағаннан кейінгісін есептейді деп. Міне мына жерде пример расчета социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года дейді. 2022 жылы бәрібір до 1 года болып тұрады, 2023-тен бастап бұны өзгертеді. До 1,5 лет деп. Мына жерде жазылған: если в течение 2 лет до рождения ребенка участник работал и за год ему единожды повысили заработную плату. Первый год участник получал 150 тысяч, второй год 200 тысяч деп тұр. Соның бәрін суммировать еткен, міне жаңағы мен алдында сіздерге есептегендей 24-ке бөлген 175 мың алған. 175 мың міне средняя зарплата, орташа жалақы. Соны 40%-ке көбейткен. 40 дегенде мұнда 0,4 деп тұр, бұл дегеніміз 40%. И 10% алып тастайсыздар деген өздеріңізде оқуларыңызға болады. Сөйтіп 63 мың теңге картаға түсетін болды. Неге? Потому что 70 мың деді, 70 мыңнан за вычетом 10% дейді. 10% пенсионка 63 мың деп есептеді. Бірақ бұл жерде бұлай жазылған: для того, чтобы посчитать размер выплат, необходимый общий доход за последние 2 года, что подтверждается социальными отчислениями, дейді, разделить на 24 месяца, затем умножить на 0,4 и вычесть 10% обязательно пенсионных взносов. Сонымен социальные отчислениyaдан төленген табыс бойынша есептейді деп отыр. Бағанада сіздерге айтып кеттім ғой. Ол үшін сіздер социальный отчислениyaның выпискасын егов сайтынан алдын ала тауып қарап алуларыңызға болады. Сіз жалпы егов сайтында медстраховкадан выписка аласыз, пенсионкадан выписка алуға болады, және осы социальный отчисление бойынша выписканы алуға болады. Мына жерде көрдіңіздер ма? Уже 10% пенсионканы алып тастағаннан кейін 150 мың қылып қалдырған, және 200 мың қылып қалдырған. Менің примерімде сіздерге оклад бухгалтерия назначать етті. 150 мың теңге сенде оклад болады деді. Оның ішінен алып сап, жаңағы салығы бар, әлеуметтік төлемдер бар. Алып тастағаннан кейін вам зарплата на руки деген болады. Сіздер өздеріңіздің картаға түсетін зарплата бөлек, начисленный бөлек и на руки выданный бөлек болады. Сіздер жұмыс істегенде расчетный листок береді ғой организация, зарплатаның құрамы осындай деп, оклады осындай, құрамы осындай, анда кетті, мында кетті, сіздің қолыңызға алатын ақшаңыз деп, зарплата алғанға дейін әрбір организация расчетный листок береді жұмысшысына. Ең көп берілетін максимальное пособие по уходу за ребенком жұмыс істейтін әйелге 168 мың теңге, одан артық берілмейді. Пособияның мөлшерін білу үшін қалай, қашан, кімдерге төленетін білгілеріңіз келсе, Закон Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей дейді. Осы жерден қарап алуларыңызға болады. Қандай пособия сізге интересует, соны қарайсыздар. Бізде мысалы назначение выплата пособия по уходу дейді. Біз осы туралы қараймыз. Бағанағы 40% туралы бәрі осының ішінде жазылған. Әр түрлі пособияның түрлері бар. Мына жерде пунктқа право на получение пособия. Кімдер пособия алады? Мысалы, бала асырап алған адамдар, бала тапқан адамдар на рождение, мысалы, бір реттік жәрдемақы береді ғой, 38 МРП,
және 63 МРП бала санына байланысты болады. Бала туғанға, по уходу за ребенком, многодетная семьяға, егерде особенный бала бағып отырған аналар болса, алтын алқа, күміс алқа, мать героиня, олар қандай пособие алады? Осының бәрі осы заңда көрсетілген. Қай жерде қайда бару керек оны алу үшін соның бәрі жазылған. Мына жерде назначение выплаты пособия на рождение дейді. Пособие на рождение назначается со дня обращения. При рождении 2 и более детей пособие на рождение назначается и выплачивается на каждого ребенка. Мысалы, егіздер тапса, 3 емдер, 4 емдер тапса, соған байланысты айтылған. Статья 8 қарасақ, назначение выплаты пособия по уходу дейді. Енді мына жерде пока бір жас деп тұр. Пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка по достижении им возраста 1 года дейді. Мысалға, енді өсіп қарай бересіздер, айта берсек көп болып кетеді. Одан кейінгі кезекте бізге керек закон, міне, закон об обязательном социальном страховании дейді. Осы законды ашып қарасаңыздар, қалай расчет жасалады бағанаға 40% қалай айтақ, неге 24-ке бөлеміз, сол туралы бәрі жазылған, оқысаңыздар болады. Определение размера социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1 года. Мына жерде жазылған, формулалары көрсетілген. Мына сөздерді оқысаңыздар болады. Среднемесячный размер дохода определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца, независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях предшествующих месяцев, в котором наступило право на социальную выплату на 24 последующие формуле. Міне, среднемесячный размер дохода деп тұр. Бәрі жазылған, бағанаға айтқан сөзді. Коэффициент замещения дохода составляет 0,4. Это получается 40%. Оқтыңыздар ма? Өздеріңіз тереңнен қарап оқып аласыздар. Ал егерде міне жұмыс істемейтін әйелдер болмаса, мына жерде жазылып тұр, размер ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижению возраста 1 года, выплачиваемый из государственного бюджета в размере. Бірінші балаңызға, мысалы, 2022 жылы июнь айында босансаңыз, 5,76 МРП пособие төлейді дейді. Ол үшін оны МРП-мыз ол кезде 3180 болды. 3180-ге көбейтсек, 18317 болады. Бухгалтерияда округлять етеміз большую сторону, 18317. Сонымен жоғарыда айтып кеткендей, пособияны қалай есептейтін білгілеріңіз келсе, қалай назначать ететін білгіңіз келсе, закон о пособиях қараңыз, закон о социальном страховании қараңыз, закон о пенсионных обеспечениях. Жалпы не нәрсенің анық-қанығына жету үшін источникқа қарау керек. Источниктарымыз ол біздің заңдарымыз, заңдар, нормативно-правовой акт. Әркім әрқалай айта береді, заңның талқылауы да әрқалай болады. Сондықтан өздеріңіз көздеріңіз жеткізіп, жаңағы заңдарды оқып қарап көрсеңіздер болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мен енді орысша қазақша араласып сөйлеймін. Орысшамды қазақшаға аударып жатқым келмейді. Қазақша сөйлегім келеді. Сондықтан осылай енді мені тыңдайсыздар. Шала қазақский языкпен.